Жұмысқа қалай жетеміз? Ертеңгі күннен бастап Қарағанды облысында карантин талаптары қатаңдатылады. 5 қалада және 5 кентте қоғамдық көліктер толықтай тоқтайды. Қозғалысқа қойылған шектеулерге қатысты толассыз қоңыраулар шалынуда. Туындаған мәселеге қатысты тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті түсініктеме берген болатын. Өздеріңіз білетіндей, Қарағанды облысында 7 сәуірден бастап карантин талаптары күшейтіле түседі. Осыған орай барлық авто және теміржол вокзалдары, әуежайлар жұмыс істеуін тоқтатады. Сондай-ақ барлық мемлекеттік және жекеменшік балабақшалар, адамдар көп жиналатын орындар толықтай жабылады. Және карантиннің бұл ерекше тәртібі Қарағанды, Абай, Саран, Теміртау, Шахтинск қалаларында. Сондай-ақ Бұқар-Жырау ауданының Доскей, Көкпекті, Үштөбе, Ботақара, Ғабиден Мұстафин және Петровка елді мекендерінде енгізіледі. Арнайы карантиндік аймаққа кіруге және шығуға тыйым салынады. Облысаралық, ауданаралық, қалааралық және қалалық жолаушылар тасымалы тоқтатылады. Тұрғындар бұл туралы керекті ақпаратты толықтай ала алмағандарына наразы. Басты сұрақ, олар енді жұмысқа қалай барып, қалай қайтады. Себебі серіктес қала тұрғындарының 4/1 бөлігі Қарағанды қаласында жұмыс істейді. Адамдардың жұмысқа шығатын жеке көліктер жоқ, ал кәсіпорындар жұмыстарын жалғастыруда. Мені кешіріңіз, берілетін 42 мың теңге көлеміндегі әлеуметтік көмек жақсы болғанымен мен жұмыс істеп алатын жалақым одан да көбірек. Сол себепті жұмысымды тоқтатпағаным абзал. Мен отбасымды асырауым керек. Бұл жүйе дұрыс қарастырылмаған. Қарағанды қаласында жұмыс істеу үшін мен осы қалада өз қаражатыма пәтер жалдауым керек. Осы жағдайды өздері қарастырып отырғандықтан, бізге үйді неге өздері жалдамайды екен? Облыстың бас санитарлық дәрігерінің түсіндіруінше, автопарктегі автобустар тек дәрігерлерді, тәртіп сақшыларын, әкімдік, соттар, коммуналдық қызметтер және басқа да төтенше жағдайлар қызметкерлерін таңертеңгі 7-ден 10-ға дейін және кешке 5-тен 7-ге дейін тасымалдайды. Бұл адамдар тізім бойынша автобустарға кіретін болады. Карантин уақытында жұмысын тоқтатпаған барлық басқа кәсіпорындардың басшылары өз қызметкерлеріне жұмыс көліктерін ұйымдастыруы керек. Было уже неоднократно. Бірқатар жиналыстар өткізілген болатын. Шешім компания және мекеме жетекшілеріне жеткізілді. Басшылық құрам осының нәтижесінде автопарктермен келісімшарт жасаулары керек болған. Ал қызметкерлер саны аз мекемелер өздерінің жеке автокөліктерімен жұмысшыларын тасымалдауы шарт. Алғашқы күндері көптеген шағымдар толассыз түседі. Олардың ішінде қызметін тоқтатпаған жерлестеріміздің қатары артады, дейді өз сөзінде Қанат Асқаров. Басқа да мекеме басшылары қоғамдық көлік тоқтаған кезде өз қызметкерлеріне тасымал жағдайын жасамаған болса, қызметкерлеріне сөгіс бермеу керек. Жүк тасымалдаушы көліктер болса, қызметін тоқтатпайды. Сондай-ақ ресми түрде тіркелген такси қызметтері жұмыстарын жалғастырмақ. Тек автокөлікке бір ғана жолаушы алуға міндетті. Егер жолаушы отбасылы болған жағдайда, онда 3 адамға дейін тасымалдау құқығы берілген. Ал жеке көлікті басқару үшін жұмыс орнынан анықтама болуы тиіс. Мұндай өтінішті алу үшін арнайы штабқа өтінім жолдау қажет. Аталмыш штаб тәулік бойы қызмет көрсетеді. Бекежан Ардағұлы, Рустам Бараев, Данил Заславский, 5-ші арна.